Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз осындай шрифтовый логотип жасаймыз. Яғни бұл логотиптің авторы Айбек деген өзіміздің қазақстандық дизайнер. Яғни осы логотиптің қалай жасағанын примерно жасайтын боламыз. Иә, саңғырап жасай береміз. Круг табамыз. Бірінші круг тауып алайық. Мына жерде квадрат. Окей, осыға қойып аламыз. Бұл неге жасап жатқанымызды қазір түсінетін боласыз. Мінекей H әрпін жасаймыз. Ctrl-D деп копировать ете берсек болады. Мінекей H әрпі дайын болды. Енді сәл кішірейтіп жасай берейік. Примерно осылай қойып алайық. Енді былай жасасақ болады. Копировать етіп аламыз да. Осылай қойып алып. Айналдыра саламыз. Написаймыз. Енді жасасақ болады. Бұл жерде бұны қою үшін бүйтеміз. Бөліп тастай салу керек. Осыны осылай қойып аламыз. I әрпі. Айналдырамыз осылай. Өшіп тастаймыз. Мынаны копировать етіп былай қоя саламыз. Осылай, и мынау соңғы әрпін осылай копировать ете саламыз. Мінекей Ctrl-G деп каждыйын белгілеп аламыз. Ctrl-G. Болды. И астына Rental Cars деп жаза саламыз. Сгруппировать етіп аламыз.
Все. Енді былай центрге қоямыз. Үлкейтіп. Артқы фонын қараға бояймыз. Қараға қойып қоямыз. Осымен біздің логотипіміз дайын болды. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк, подписка жасауды ұмытпаймыз. Және де мен Instagram, TikTok парақшалар белгілеп қойым. Сояққа тіркелуді де ұмытпаймыз. Осы жасаған жұмыстарыңыз жасасаңыздар, маған көрсетсеңіздер болады, сол Instagram'a жазып. Егер де сіздерге логотип керек болса, логотип жасаймыз, ақылы болады. Немесе танысыңызға керек болса, мені айтып жүріңіздер. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.